Ассалаумалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздерге силиконнан, формовочный силиконнан қалай қалып жасауды көрсететін боламыз сіздерге. Өзімнің әдісіммен. Соңына дейін видеоны көріңіздер. Қызықты, пайдалы ақпарат. Әркім өз үйінде қолмен жасауға болады. Әркім өзі үйінде осылай. Міне біз қазір кезекті осындай қалып жасау процесі. Біз қазір мына гипстің осы гипске қалып жасайтын боламыз. Сөйтіп осының көшірмесін шығарамыз. Біздің кешегі құйған қалыбымыз мынау міне. Осындай силиконовый қалып. Енді сіздерге осы видеода мынаның қалпын қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Ыстық клеймен осылай қалып жасаймыз. Міне осылай қалыпты дайындап алдық. Мұнаны ыстық клей бар ғой, мынандай клеймен клейледік. Одан кейін мынаның жандан бәрін қайсармен жауып шықтым. Оны жақпасақ, осының астындағы жырықтардан силикон ағып кетеді. Біз мынаның астына мынандай гипсті осындай силиконмен ламинаттың бетіне жапсырып қойдық. Әйтпесе силикон құйған кезде мына жапсырып қоймасаң, клейлеп қоймасаң, силикон бетіне қалып шығып кетеді. Одан мындай араластыратын ағызарымыздың шнурный жүріп көрер болсын, батареяның күші жетпейді. Енді силиконды араластыруды бастаймыз. Қолға осындай резинген қолға киіп алған мұрыс ішіне силикон жабыстық. Силиконды құйып алдық. Енді таразға татамыз. Таразға қоямыз. Енді осыған отвертительді қосамыз. Отвертитель 1 килограммға 15 грамм. Айта кететін нәрсе, әр силиконның граммы отвертитель осындай болады. Әр силиконға әр түрлі мөлшерде қосылады. Оны өткен көргенбіз. Именно мен алған мынаған 15 грамм қосылады екен. Қазір осындай шприцпен 15 грамм 1,85 болды. Енді жақсылап араластырамыз. Аяқпен қысып алу қажет. Осыны құямыз енді. Шелектің ішіндегі барлығын мұқият салып аламыз. Міне осылай полный тазалап алдық ішін барлығын. Мұны фенмен ауасын шығарамыз. Фенмен міндетті түрде істеген жақсы. Сосын кейін міне біздің жан-жағынан бітеп шықтық. Ешқандай жерінен силикон ағып тұрған жоқ. Бәрі дұрыс деген сөз. Мынау біздің кешегі құйған силиконымыз. Bir gün өтті арада.
Енді алып көрейік, қалай болғанын, қалай жойылғанын. Тесіктер қалмапты ма, барлығын көретін болам сіздермен бірге. Сосын кейін бұл силиконды алу оңай емес. Енді біреулер май жағып жатады, крас шашып жатады. Мен ондай ештеңе жасаған жоқпын. Тек өзінен құйдым. Бұл менің өзімнің білген әдісім. Егер қателігім болса, айтыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Hemen уход жасау керек. Отлично шықты. Біздің қауіп жасау видеомыз осымен бітті. Егер ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер.